болсын ағайын. Ал баршамыз дастархан басына қарай жайғассақ, құрметті ағайын, екінші ақ дастарханымызды енді айтады ғой, әннің де естірі бар, есері бар дейді. Біздің мынау айданамызды мың қараның ішінен таңдап алып жатқан біздің Фархаттың атынан деп қабыл алыңыздар. Қазіргі заманның хиті болып жатқан Қуандық Рахымның әні Әппағым деген әнді білетін шығармыз, е? Мың қараның ішінен менің таңдап алған әппа. Білеміз ба? Бәріміз бірге шырқайық, екінші ақ дастарханды бастайық. Қабыл алыңыздар, ән тыңдап отырайық, құрметті ағайын. Жүрегіммен жүрегіңді көздегем, сапар алдым ең бақытты кезгемен. Үміт үздім сені көріп өзгелерден. Өзгермеймін бұл қалбымнан сөз берем, күйді кештім еш қашанда кешпеген. Бұл сезімді ешбір сезім сезбегенмен. Мөлдіреген сенің жанарың түнгі әсем қаланың жанып тұрған шамдарындай. Сені алғаш көрген кезімде қайран болып қалғаным ай. Мың қараның ішінен менің таңдап алған әппағым, дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным ай. Бақытты сәт сеніменен басталған, күнім өзің жарық шашқан аспаннан. Сезіміңе қатты мас болған мен. Бұл жүрегім мәңгі сенің тұрағың, күлгеніңді жұлдыздардан құрадым. Сендей жанды қолды жайып сұрадым мен. Мөлдіреген сенің жанарың түнгі әсем қаланың жанып тұрған шамдарындай. Сені алғаш көрген кезімде қайран болып қалғаным ай. Мың қараның ішінен менің таңдап алған әппағым, дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным ай. Жаздар бақытты болсын. Жанарың түнгі әсем қаланың жанып тұрған шамдарындай. Сені алғаш көрген кезімде қайран болып қалғаным ай. Мың қараның ішінен менің таңдап алған әппағым, дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным ай. Менің таңдап алған әппағым, дәл қазіргі сәттерім ең бақытты шақтарым. Сені көріп әппағым, іздеп жүріп тапқаным ай. Көп рахмет. Жастар бақытты болсын, құрметті ағайын. Той қоласын. Ал құрметті ағайын, біз енді екінші ақ дастарханның әдемі ақ тілегін бастайық. Алыстан жақыннан ат терлетіп келіп жатқан, қызық қуанышты бөлісуін көбейет деп келіп жатқан барша осы тойды асыға күткен ата-анамыздың достары, құрбы құрдастары, тайғұлындай тебісіп бірге өскен, талай қызықты бірге кешкен, талай күндерді бірге өткізген достар қауымын және де барша әріптестері де алыстағы туыстан жақындағы көрші артып деп барша көршілерімізді ортаға шақырайық. Құрмет қошеметтеріңізбен
Ержан ағамыз бен Бағдагүл апайымыз бастаған, Ермек, Нағима қостаған, және де Айбек, Салтанат, Бақытжан, және де Ғайнигүл дейт келіңіздер, және де Нұрлан, Күләй, Кеңес, Нұрғайша дейт келіңіздер. Бұл жерде біздің Айданамыздың кішкентай кезінде құлағын тескен дейді, жаңағы мамамыз айтып жатыр. Нұрлан ағамыз бен Күләй апайымыз ғой деймін, қателеспесек, иә. Баршаларыңыз ортаға шақырайық. Сәбет, Майра, Талғат, Ардақ, және де Гүлғайша, Бибігүл, Тыныс, Гүлмира, және де Бағдат, Қанат, Еркін, Гүлім, Лала деп жазып қойыпты. Баршаларыңызды ортаға шақырамыз. Барша достар қауымы, аты аталмай қалған достар болса, Үржардан және де Маханшыдан келіп жатқан барша әріптестеріміз, әкеміздің көзін көрген барша әріптестері, Ерзат ағаларымыз бастаған барша әріптестерді, достарды, көршілер ортаға келейік. Келіңіздер, баршамыз. Қайдасыңдар достарым, достар, жүрсің қайда? Райгүл апайымыз бар болса, келіңіздер. Барша достар, аты аталмай қалған достар болса, баршаларыңыз ортаға шақырамыз. Құрбы құрдастары біздің ата-анамыздың, және де көршілері, әріптестері. Рахмет. Ал, ақ тілектің кесегі өздеріңізде. Тілек тыңдайық, сәл тиішті сақтайық, тыныш. Құрметті құдалар, бүгін төрден орын алып атқандарыңыз құтты болсын. Менің атым Ермек. Біз Нұрбек құдаларыңызбен 30 жылдан астам жолдас болдық. Мына алып атқан қызымыз, маған да бір қыз болды. Әнді Найманнан қыз алып атсыздар ғой. Жылқының жақсысы сайрамда, қыздың жақсысы Найманда дейді. Алманы бой жеткен алады, дұқ жеткен Найманда алады дейді. Сондықтан айнанайын, жастар бақытты болыңдар. Абайдың биыл 180 жылдығы болып жатыр, соның сөзімен сенде бір кірпіш бұл дүниеде кетігін тап-та бар қалан деп. Қызым бақытты бол. Айнанайын Фархат, Найманның қыз алып атсың, өмірің болады рахат дейді. Сол сияқты өмірде біреулер генерал болды деп жатады, бізде погон таққанбыз, я подполковник в отставке. Сол сияқты ол өмірде, міне өзіміздің ағамыз отыр, майор в отставке, жаңа, менің ағам отыр. Сол сияқты бұл өмірде генерал болыңдар, өмірде. Өмірдің генералы болыңдар, ол погонда емес. Бастарың аман да, денсаулықтарың мықты болсын. Аталарыңды, өлі жібеме тірі болмайды деп, аталарыңды еске алмасақ болмайды. Нұрбек деген өте үлкен азамат болған, өте қарапайым жігіт болған. Біз 97 жылдан бастап жан жолдас болып, мен бастық болып, ол кісі менің қызметтерім болып, жолдас болып кетіп, сондықтан мына менің қызым деп айтуыма болады. Текті жердің қызы бұйырса үлкен әйел ердің туы, ер елдің туы деп айталады. Так что, Айгерем, на тебя все большая надежда. Будь счастлива, моя дочь. Айдана, кешірім сұрайық. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым, құрметті құдалар, төрелеріңіз құтты болсын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала бізге 100 жылдық болсын. Екеуін көтеріп өткен шаңырақтарың биік боп, босағаларың берік боп, махаббаттарың баянды боп, мықты бір отбасы боп, ат басын тірейтін үлкен және ақсақалдарымыз міне бата беріп жатыр. Сол баталар қабыл боп, айтқан тілектерін бәрі қабыл болсын. Енді Розка өзіміз міне және танысыра кетейін, достар деп шығарып жатыр ғой бізді. Біз енді міне мына Роза мен марқұм Нұрбек 30 жылдан 35 жыл болды араласып жүргенімізге. Жолдас болдық. Ол достығымыз нығайсын деп біздің баламызға Роза мен Нұрбек кіндік әке, кіндік шеше болды міне бұйырса. Енді міне сол көз алдымызда өскен
айданамыз өз көз алдымызда өсті. Мынандай міне кішкентай кезінен міне бұйырса бой жетіп тұрмыс құрып жатыр. Енді көрме міне артында дейді бала шағасы міне орны бар оңалады дейді. Артында міне 2 ұл қызы бар міне. Өздері міне балалары қолдарынан келгенше міне Арслан мен Ернұр екеуі міне өзіңді ұзатып той жасап, Роза бар. Осындай міне дүркіретіп, мықты бір ешкімнен кем емес осындай той жасап жатыр. Нұрбек досымыз бір аунап тұрып жатқан шығар енді. Еске жана айтты ғой Ермек досымызды еске бір алайық деп. Өлі разы болмай тірі байымайды дейді ғой. Енді Роска міне тойларың құтты болсын. Қызымыздың жолы болсын. Барған жерде бағы ашылып, судай сініп, жақсы бір семья болып кетсін. Соған біз тілектеспіз. Әрқашанда біз сені қолдаймыз, қызым. Мықты болыңдар. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгін міне Қозыбаевтардың әулетінде ақ түйенің қарны жарылып, кішкентай баламыз бүгін үлкен азаматша болып, өзінің теңін тауып, бүгін заң некесін құрып жатыр. Фархат, Айдана бақытты болыңдар. Тұрған шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Әрқашанда жолдастарыңмен бірге болыңдар. Жолдастарың алды болыңдар. Бағандан айтып жатқан сөздің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Мен өзімді таныстыра кетсем, жаңа Нұрбектің ағасы Ермектің бірге жұмыс істеген. Ермек пен Нұрбекте от өліп болып кетті. Жатқан жерлер жай топырағы торқа болсын. Мен жерге келгенде жүрегіміз қобалжып, ол кісілердің болмағаннан кішкене өзіміз еттігенде жатқан жерлер жай топырағы торқа болсын. Өлін еске алмай тірі байымайды дейді. Құдағылар келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Біздің баламыз сіздерге құт берекелі болып барсын. Фархат бізге болсын. Ордаға салған алтын көпіріміз мәңгілік болсын. Балаларымыздан қызық қуаныш көре берейік. Фархат, балам, Айданаға гүл сыйласаң, Айдана сізге ол сыйласын. Бақытты болыңдар. Фархат, сен генерал болсаң, Айдана генералшы бол. Бақытты болыңдар. Бәрекелді, рахмет. Ассалаумағалейкум құрметті құда-құдағилар. Бүгін енді біздің қызымыз мен енді Нұрбек ағам енді өзім ағайын болатын жақын туысы. Жеңгемді бүгін той осы Аслан, Ернұр осы қызым бәрі көз алдымызда өсті. Ағам екеуміз бәрі қызметтес болып өсті. Туған ағамда жақын туысым еді. Жатқан жері баламен бақытты бола ғой. Айтар сөз көп еді. Өзі толғанымыз түпті айта алмай тұрмын айтып. Тек қана жақсылық деймін. Жеңгем аман болыңдар, Аслан мен Ернұр бауырымен тек қана осы саналарының қорғанысы болып, тек қана тойда жиналайық. Ел жұртым Қазақстан аман болыңыздар. Бақытты болыңдар. Бәрекелді, рахмет. Айдана, Фархат, я вас поздравляю. Сегодня у вас большой праздник. Вы начинаете новую взрослую жизнь, семейную жизнь. Я вам желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, во всем удачи, успеха вам. Фархат, берегите Айдану нашу. Она очень хорошая девочка. Она возле меня выросла, училась, школу закончила, учебу все закончила. Но я ее знаю с маленьких лет. Берегите ее. Счастья вам, здоровья вам. Тойда құтты болсын. Всего вам хорошего. Тамаша, рахмет. Құрметті тойшыл қауым, барлықтарыңызға бүгінгі той құтты болсын деген келеді. Жаңа құдалар, міне, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Сіздермен өстіп қауышып, ортамыз көбейіп қуанып жатырмыз. Мына Фархатымыз бен Айданамызға үлкен бақыт тілеймін. Бақыттың ішіне бәрі сияды. Расында айта кеткім келеді, бізде міне жолдасымыз бен Нұрбек екеуі 30 жылдан артық пожаркеде бірге жұмыс істеп, бірге зейнеткерлікке шығып, қатты араластық. Сол кезде Айдана кішкентай қыз, бір күні барсам, осы Роза, осы менің қызым құлағын тесіп сырға салғым келеді деп, Айдананың құлағын тесіп, Айдана сырғалы боп, сөйтіп бір шәугім шайымызды бөлісіп ішіп, ол кезде где-то 93-94 кезінде осы отырғандардың бәрі білет,
біраз қиыншылық заман, о кезде біраз жылдар болды. Сол кезде дәмімізді бөліп іштік, бір-бірімізден қал сұрастық, бір-бірімізге поддержка болдық. Содан бастап міне жұбымыз жазылмай келе жатыр. Бүгінгі күні біз Нұрбекті жоқ деп санамаймыз. Біз үшін Нұрбек бар, Роза тұрғанда. Екі ұлды қандай мықты қып жеткізді. Екеуінің махаббаттары ортамызда өте баянды махаббат болды. Сол махаббатты осы төрдегі екеуіңе тілеймін. Аман болыңдар, дендерің сау болсын. Мен өз басым ойлаймын, міне 60-қа таяған шағымызда қалған өмірімізде осылай жұбымыз жазылмай дос боп, осындай тойда бір-бірімізді көтеріп алып кетіп, тойдан қалмаймыз деп ойлаймын. Келесі жылы осындай ортада шілдехана тойы болсын. Жұмыстарының жемісін жеңдер, бақытты болыңдар. Бәрекелді, рахмет. Болдық қой дейме? Апайымыз міне. Қайырлы кеш, тойшыл қауым. Көп сөйлеп, уақыттарыңызды алмайық. Жаңа жолдасым өзі айтып кетті. Фархат пен Айданаға тілейтініміз тек қана бақытты болыңдар. Көтерген шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Үлгілі де шаңырақ болыңдар. Тіл көзден аман болыңдар. Бағанаға айтылған көп жақсы тілектер Алланың құлағына шалынсын. Өзімнің отбасыма не тілесем, соны өздеріңе тілеймін. Ал енді Роза, міне дочанайыңды ұзатып жатырсың. Шынар екеулеріңе міне көп рахмет. Осындай керемет ресторанда бәріміздің басымызды қосып, жүрегіңе жақын адамдарыңды шақырып, дочаңды ұзатып жатырсың. Енді көп тілек көл дейді. Айданамыз барған жеріне бақытты болсын, бақытты болсын, бақытты болсын. Енді біз отбасымыздың атынан, кішкене достарымыздың атынан, кішкене құдаларға сыйымыз бар, тойбастарымыз бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. И кішкене шашуымыз бар. Бәрекелді, рахмет. Үлгереміз бәріміз. Құрметті қонақтар, бүгін біз үлкен қуаныштың куәсі болып отырмыз. Емірші құданы Құдай қосады дейді. Осы екі баланың арқасында міне төрде орын алып отырған құдалар, сіздердің келген қадамдарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Екі баланың қызығын екі жақтап бірге көріп, сол қуанышты бәріміз бірге бөлісе берейік. Енді бүгін міне ұзатылып отырған қызымыз Айдананың жолы болсын, барған жерінде бағы жанып бақытты бір отбасы болсын. Әрқашан жақсылығын, қуанышын естіп жүрейік. Өлең жолдарымен жалғастырып кетейін. Той бүгін, думан бүгін арқа қызған, әншінің көмейінен балтамызған, ақ тілек, ақ ниетті отау мен бата менен ақ отау көтерілді ортамыздан. Бабаларым баяғыдан біледі, берік болсын босаға деп тіледі. Босағасын қадірлеген қазақтар бас киімін босағаға іледі. Босағада береке бар, ырыс бар, босағадан басталады жұмыстар. Босағадан кіреді үйге махаббат, тыныштықта, босағада тыныстар. Босағадан басталады жоспарын, орындалсын арман тілек ойларын. Асқарына бірге аттанған армандың қос аққуым, Фархат, Айдана, құтты болсын қадамдарың. Бақытты болыңдар. Құрметті Роза, Шынар, сіздерді осы қуаныштарыңызбен құттықтаймын. Тек қана осы балалардың қызығын, қуанышын көріп жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға осындай той шығысты болсын. Рахмет. Ағаларымыз бар екен мына жақта. Ал енді құрметті тойшыл қауым, құда-құдайлар төр құтты болсын, міне екі жас бақытты болсын, баға ашылсын Айданамыздың. Енді міне айтпасқа болмайды, 20 жыл, 30 жыл бұрын біз көрші болдық, көрші емес дос болдық, достығымыз ұлғайып, туыс болдық. Міне Роза подружка жаным, тойың құтты болсын, балапаның баға ашылсын, бақытты болсын. Енді Нұрбек көршім, енді көрші емес туыс, менен жас үлкен болғанен көрші деп атында атамайтын, жатқан жері жайлы болсын, ортамызда болса әлде қайда күшті дүбірлеткен, бұдан да күшті той болар еді, жатқан жері жайлы болсын. Міне енді Арслан балам, міне қарындасың жолы болсын, бақытты болсын, баға ашылсын. Міне арты той болсын деп тойымыз тойға ласып жатыр, одан да үлкен той болай берсін. Дастархандарың тек қана жақсылыққа жайсын, қуанышты күндерің көп болсын жандар. Бәрекелді, рахмет. Болдық қой дейме. Енді ұрықсат болса
мына жерде туған туыстар бағанағы бірінші ақ тілектің ішінде аталмай қалған или аталып естімей қалған туған туыстарымыз бар екен. Енді дегенмен де жақсылықтың ертегесі жоқ дейді ғой. Бүгін сынап емес сыйлап келді деген ойдамыз. Мына жерде 200-ге жуық адамның басын қосып, қазіргі заманда той беру оңай емес, құрметті ағайын. Сондықтан түсіністікпен қарайды деген ойдамыз. Ортамызда Сапура әжеміздің сіңілдері, бауырлары бағанағы тілекте шықпай қалған екен. Естімей қалып жатсаңыздар, енді ортаға қарай шақырайық. Совет ағамызбен Тұрсынгүл апайымыз және де Ләйла апайымыз, келіңіздер, ортаға қарай шақырайық. Енді алыстан жақыннан келгеннен кейін ол тілек айтылу керек, бірақ енді түсіністікпен қарайды деген ойдамыз. Келіңіздер, бір қошемет соғып қояйық. Апа, бағана негіз бірінші тілекте айтқан мен, естімей қапсыздар. Ортаға шығып Сәлеметсіздер ма? Тойға жиылған тойшыл қауым. Бүгін міне құдалар келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бүгін міне біздің аяулы қызымыз, красавицамыз, біздің Айданамыз міне бүгін тұрмысқа шығып жатыр. Айдана жаным, Фархат екеуің бақытты болыңдар. Сендерге барлық жақсылықты тілеймін. Өмірде қосақ қудай болып ұшып, қайда барсаңдар да бір жерге қонып, бір жастықта өмір сүріңдер. Өмірлі шүбірлі болыңдар. Мен енді өзімді таныстырып кетейін. Мен Айдананың апасы, Сапура апайымның сіңілісі боламын. Сапура апайым енді мінекей жылын берді. Егер ол кісі Нұрбек екеуі тірі болса, осы сіздердің араларыңызда ойнап күліп жүрер еді. Енді өмір ғой, тағдыр солай болып қалды. Енді қолдан келер шама жоқ. Енді апан менен әкен, Ермек ағам сендерді қолдап, қорғап, қоршап, жереп, көлеңкесімен қорғап жүрсін жандарым. Аман болыңдар. Барлық жақсылық тілеймін. Өмірде қандай жақсылық бар, соның бәрін сендерге тілеймін. Бақытты болыңдар жандар. Рахмет. Апай. Енді Айдана, Фархат, құрған шаңырақтарың мықты болсын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Қазір 21 ғасыр ат басын тірейтін үй болсын дегенде, машина тірейтін үй болсын. Барлық жақсылық тілеймін. Мен енді сендерге арнап жолыққан қандай жақсы деген ән шашуымды алып келдім. Суретке түсейік, сосын жолыққамыз деген әнді бірге айтамыз жолығып. Жаңа құлағым тескен апай қай жерде? Келіңізші апай орта. Біз айтты ғой, 93-94 жылдар өтіп бір қиындау заман. Қазір әйтеу баршылық заман ғой, бар кезімізді беріп алайық осы апайымызға. Бір күшті сый сияпатымыз бар өзіңізге арнайылап. Енді қыз баланың жаңа құлағын тескен, ол да бір сүн. Инемен тесті ма? Инемен тесті. Тәубе қайта шегемен теспеген бұл кісі. Тәубе. Жаңа кешігіп беріліп атқан тілекке беріліп атқан апай, өздеріңізге аз да болса көп тегеріңіздер, кешіріп қойыңыздар, ертең WhatsApp-қа жазып тілек бермей қойып деп жүрмеңіздер. Өздеріңізге бір суретке түсіп алайық, бәріміз жинақталып, әп-әдемі болып тұра қалайық. Келіңіздер ортаға. Жыңайы жүздерменен, ең жақсы сөздерменен, жарқырап күліп тұрған жайнаған көздерменен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен
ең жақсы тілекпенен құшақтап қатты қысып ең жақсы ниетпенен кездескен қандай жақсы жолыққан қандай жақсы жолыққан қандай жақсы амандық болсын десіп құшақтар толсын десіп бақ қонып басымызға бақ дәулет болсын десіп бар болған қандай жақсы бар болған қандай жақсы бар болған қандай жақсы кездесу себеп болып ой думан кенет болып жүздескен қандай жақсы жақындар себеп болып жолықса қандай жақсы жолықса қандай жақсы жолыққан қандай жақсы қандай жақсы бар болса қандай жақсы бар болған қандай жақсы жолыққан қандай жақсы жолыққан қандай жақсы жолыққан қандай жақсы жолыққан қандай жақсы Бәрекелді, рахмет. Құрметті қыздардың ортаға қарай шақырайық. Өзбек биімен қабыл алыңыздар, құрметті ағайын. Güzel kalem kaşeker, hem erke hem yaşaker Osmanlı'dan geledi, şüngün bağrıda şeker Güzel kalem kaşeker, hem erke hem yaşaker Osmanlı'dan geledi, şüngün bağrıda şeker Ne derdim bana ne derdim, soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim, mireli istep geldim Ne derdim bana ne derdim, soramayın siz ne derdim Şu kıza köngül verdim, mireli istep geldim
еркім ай қыздар ай қырғын ай қыр басында қыз ойнап түнде мәз үстінде ойнап екі мәнап қайта бар қыздарға сәлем айта бар жинап қазына би тобының қыздарына қошемет оқыңыздар. Тамаша, рахмет. Қалай көңіл күйіміз қалай? Айдадан ұзату той ұнап жатыр ма әйтеуір? Ұнамаса айтыңыздар, басынан бастаймын. Ұнап жатса бір шапалақпен шабыт беріп қойыңыздар. Себебі мен қазір ортаға біздің Айдананың кішкентай ғана сіңілісі бар, Тамирис деген кішкентай қызды. Білесіз, танитын шығарсыздар, иә? Болам деген баланың бетін қақпа белін бу дейді ғой біздің қазақ. Сондықтан Тамирис бағадан бері бір ән айтайшы деп жүр. Сол әнді апайының құрметіне шырқап берсін. Ағайын туған туыстар болса, болам деген баланың белін буып, бетін қақпай бір 2-3 мың теңге болса дайындап отырыңыздар. Тамирис, келе ғой. Қабыл алыңыздар сіздердің құрметтеріңізге. Рахмет, апа, рахмет. Дастархан, ау, дастархан, 47 мың теңгелік дастархан, құтты болсын Тамирис, қол соғайық ағайын. Дастархан, ау, дастархан, Фархат 2 теңге салламау, ла-ла-ла-ла. Бағана осы өлемен бастау керек еді, оны ақша беретін білмей қалдық қой. Тамириске шапалақ ұрып қойыңыздар. Ой, рахмет. Мамасы санап жатыр ғой уже. 2 мың теңгеліктер менде қалайсыз, 1000 теңгеліктерін сен алдық қой.
берсеңіздерші, баланың өзін пособиясын оны құрттыңдар кезінде. Жүргек пұлын оны құрттыңдар. Берме ешкімге, шығып өзің базарға бар, киім ал, кредитің жап, бірдеңке істе. Жанса, шапалақ ұрып қойыңыздар, біздің Айдананың сіңілісі. Қалай күшті айтты ғой, әдемі айтып тұр ғой. Фархат жездесінің өзі шығып жаңа ақша беріп жатыр, молодец. Мен жездем бар тоже, осы Фархат сияқты қатты, көк тиын бермейді бар ғой. Фархат мықты жігіт екенмін, өзінің жаңа балдызына бүйтіп кеп, мынау жезденің атынан деді ғой жаңа, молодцы. Бір 10 минуттың әрі бері шоқша бір ойын ойнап жіберсе қалай қарайсыздар? Бір 10-15 минут. Көп не қылмайым. Жай ғанақ не қылам өз қазір, не қылып отырсаңыздар болды. Ау, қазір айтам өз. Біздің Тамирисің папасы жаңа бір 40 мыңнан бір 10 мың теңге бір спонсор боласыз ба? Соны берсеңіздер деп тұрмыз. Өз бір 10 мың теңгелік бір ағалық бір спонсор болады ғой. Қазір оны шулатып мен расчетымнан қиып тастап не қылып жүрмеңіздер. Әйтеу бір ақшалай бір 10 мың теңге болса деген ғой, спонсорлық болып. Мына жақта біздің Айдананда коллектив отыр міне. Әйтеуір бір спонсор болам дейтіндер болса деп әйтеуір бір міне ағасы бардың, жағасы бар деп міне новый 10 мың теңгеліктен. Садақа беріп атқан жоқсыз ғой, ақыры барсаңызшы болды. Рахмет. Міне 10 мың теңге ағасының атынан. Егер спонсор болам, міне Айдана үшін қойшы әйтеуір бір той ғой, бір 5 мың теңге тұрған түк жоқ дейтіндер болса, егер ешкімнің қалтасына түспейін, бір спонсор болам, мынау жездесінің атынан, или там ағасының атынан, коллективтің атынан деп бір ат жіберем дейтіндер болса, спонсор болсаңыздар осы жерде мен осындай кезде өтір қазақ шықпай қалады ғой бұлардың бәрі. Бағана сау болыңыз деп тұрайды бәрі. Жарайды, 10 мың теңгеге де шүкір, әйтеуір. Бір ойын ойнайық. Ойынның аты ойнасаң да ойнайсың, ойнамасаң да ойнайсың, басқа вариант жоқ деген ойын. Сондықтан ат салысып отырыңыздар, қазір мына жерде апаларымыз отыр, үлкендер, жастар отыр, сондықтан ойын ән жасырам қазір. Айтады ғой, угадай мелодия дейді ғой, әнді тауып көр деп аталады. Көбісі көріп жүрген шығар. Жақсы әндерден бір жасырам. Ең дауысы жақсы, әдемі болған қонаққа 10 мың теңге ақшалай сыйлығымыз бар. Міне, апалық деген міне аналық міне сезіммен өртенген сезімді міне қалайша өшірем болып тұр апа. Нағашы апай, міне, мен өз нағашымды мен өз нағашыларымды қатты жақсы көрем міне. Өз нағашыларыммен қатты жақсы көрем, бірақ араласпаймын нағашыларым, бірақ қатты жақсы көрем. Міне 10 мың теңге беріп жатыр, апамыздың аты кім? Ау, Набуна, қандай керемет міне. Көк киіп келген, көк 10 мың теңге беріп жатыр. Мысалы, 20 мың теңге болды міне, қараңыздар, шапалақ ұрып қойыңыздар. Кімнің дауысы күшті болады, соған берем де жіберем. Ал, дайын болсаңыздар, бірінші ән тауып көріңіздер. Бірден қол көтерсеңіздер өзі көріп үлгі. Мама кішкен бұлай қарайды, ана жердегі кісілерге көріне қат, маған тәленке лақтырып шулап жүрмесін, ал. Иә, ал көрек, кім біледі? Кім? Астанадан келген апай бірінші көтерді, келіңіз ал. Келіңіз. Билет, келейік. Жүректегі бұзған сезім қамалыңды, сағынумен жүрмін оттай жанарыңды. 20 мыңның биге қатысы жоқ апай. Әнге ғана қатысы бар. Ал, кеттік ал. Кім біледі? Кім біледі деп қандай ән? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың араймын деген өлең деп ойлаймын. Сол өлең, соны ән қып айтып беріңіз апай. Даусыңыз күшті болса, ойынның ең аяғында халықтың даусымен анықтап 20 мың теңге призіміз бар. Аспанға қараймын, жұлдыз санаймын, соны ән қып айтыңыз, Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Ла-ла-ла-ла-лайлым, лай-лай-лай-лайлым, лай-лай-лай. Жоқ, басы жақсы басталды. Лай-лай-лай дейтін жерінде кішке қош жібереді екенсіз апай. Апайымыз пока 10 мың теңгенің ішінде бар енді, ақырын көреміз қазір. Ойбай, Астанадан көп бағадан бері алып жүрген қойшы. Келесі ән тауып көріңіздер, кім біледі? Анау жақта, анау қалек. Everybody come on, you sing it.
аяқ па бірдеңке көтердіңдер ғой. Қайсындікі? Мына кісінікі емес па? Сіз ғой. Жоқ, мына кісілер көтерді бірінші. Бірінші мына кісілер көтерді. Жүріңіз. Жоқ, мына кісі көтерді дейін бірінші. Шықсын жүріңіз. Биттім ғой жаңа. Жүріңіз ал жай. Everybody come on, you sing it. Түбеші, сіз бұлай бара беріңіз, нормально ғой бәрі. Қапты билет не қылмай қойыңыз айтып. Шығып баратқан жоқпыз ба айтып. Ау. Нашеге қарайды, жарыққа қарайды. Ау. Есіміңіз? Мөлдір. Мөлдір. Кім болып келіп отыр Мөлдір? Жан құрбы. Жан құрбы? Басқалар жай құрбы, сіз жан құрбысыз, е? Жан құрбы. Ал кеттік, ал айтайық Мөлдір. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, пақ шіркін ғажап қой. Мен ана Гуглдан сөзін қарағанға даканс айтады екен деп тұрмын ғой оны. Жоқ, жарайды, осы жерге дейді, шүкір сізге. Мына өзіңізге чайник, аз да болса көптей көріңіз, көптей болса аздай көресіз, енді өзіңіз көресіз. Как раз роддомға керек болады деген ғой төр. Аман есен айту жаныңыз қалсын. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Әлемдегі ең сұлу адам, әлемдегі ең сұлу әйел, 2 қабат, дұрыс, 2 қабат. Аман есен жаныңыз қалсын, иә. Ал келесі топ көріңіздер. Құда. Жібер, құда. Білем, білмеймін, вальс білем. Вальс, сол. Құда, көмектесші жүрейін кішкене? Көмектесші. Құда ғой, енді құданы сыйлау керек қой. Болсақ та бұрын соң алыс, болайық жақыннан таныс, әуенге ырғалып бірге, ортада билейік вальс, қорғызы секілді бейне, отырсың көңілді күйде, қолымды, мен бір құлашаға ұқсап кеткен жоқпын ба, құда? Ау, мен айтып тұрмын, мен өз реңдімін, мен өз көргенде бар ғой, вальс билеген кеп тұрады, мені көргенде, құда. Не болып кеттім осы? Құдады алып атыр ғой бағадан, қойшы. Бұл кісі вальспен тоқтап тұрыңыз болды. Не айтатынды ұмытып қалдым ғой, қайсы? Соңғы біреуін қосып болды, 20 мыңды беріп отыр. Айтпаса арт жағына рок-н-роллма бірдеңе болып кететін сияқты, вальс. Давай, жібер. Кім біледі? О, міне, нақсы. Болды, өшіре сау. Міне, нақсы. Жүріңіз. Атықы. Қанеке. Атын кім деймін? Бақытгүл. Бақытгүл? Кім өтеп атсың Бақытгүл? Әріптестер болады. Әріптестер. Күшті. Соңғы 2 жолын басындағысын кім айтады оны? Кім айтады өзі сол әнді? Қандай ән соны айтшы? Нұрлан Абдуллин. Нұрлан Абдуллин? Нұрлан Абдуллин айта ма оны? Қай өлең? Білмеймін, өзің жаңа қол көтердің ғой. Нұрлан Абдуллинге қатысы жоқ, бірақ. Нұрлан Абдуллинге қатысы жоқ айналайын. Сен Нұрлан Абдуллинмен тоқтаған сияқтысың өзің. Сен вальстаға қойған сияқтысың ғой. Мына өлеңді қош жаңағы, может, бір рет шығарсың. Жаңағы қош кім қайтқан? Тұра тұр. Нұрлан Абдуллин тұра тұр. Ал не енді? Ерке Есмахан. Ерке Есмаханмен кім айтады? Төреғали Төреғали. О, Төреғали. Кім бар Төреғали болатын кісімен айтатын? Қазір ана жігіт, құда, ана жігіт шықсын. Кер, кім?
Тарагали, Торали, келші. Торали. Өзім клиенттарым жүр ғой. Қош келдіңіздер. Төреғали танисың ба Төреғалиді? Осылай төре. Еркес мақан көріп пе едің? Неге күлесің? Ал кеттік ал, звондайын. Ешкім қосылмасын, біреуді махаббатын араласпаңыздар. Өздері сөйлессін ал. Сен звондайсың. Жақсы ма? Ал, түнгі сағат 2:30 Төреғали еркеге звондап жатыр. Алло. Емес кішкене андай. Алло деп андай тігісін жатқызып бір күшті қылып айтсашы. Алло. Сен бір жерден сквозняк шығып тұрған сияқты. Емес кішкене. Алло деп андай күшті қойшы. Алло. Мынауың аталарский болып кетті енді. Наутса да алло деп күшті қылып әкеші бір кішкене. Алло. Сен бара-бара ұйықтап кететін сияқты. Осы жермен тоқтай. Сіз неме? Алло. Айтса енді құрай сразу. Бұл кім? Кім еді? Қумаш кімді іздедің дейсің? Алло деді ғой, трубканы алдың ғой, алло. Бұл кім? Кімді іздедің? Лақтырасына қарай. Кімді іздедің деп жүрей ма? Тұра, звонда қайттан. Алло. Бұл кім? Алсаш трубканы. Алло десеш бірінші. Алло, бұл кім? Кімді іздедің? Жарай ма? Звонда қайттан. Алло, бұл кім? Кімді іздедің? Таныдың ба? Мейрамбек емессің ба? Жұлдыз бедің. Жұлдыз бедің. Е, сенің жұлдызыңмын бағаш. Бақ емес, бақтың қатысы жоқ. Жан ашпаған. Жан ашпаған жырдыз. Жырдың қатысы жоқ. Сырдыз дейсің, сырдыз де. Сырдыз дедім. Ой, мынау, сен ұстамай қалдың ма? Айтсаңдашы, мөлдірет тұрып, сырдыз дедің, сіз айтасыз мына. От, мына, кешіріңіз, кім едіңіз? Сосын сен айтасың, бір сұлудың түрігіміз, деп сен айтасың. Әзір бойдақ басымыз бос, деп сен айтасың. Бос орынға гүл егіңіз, деп. Сөйтіп айтпайсыңдар ма енді? Қырылма мен айналайын. Шапалақ қойыңыздар. Бүгінгі тойымызды мәні мен сәнін кіргізіп жатқан есімі Қабдолла. Қабдолла мен Бақтыгүл. Күште мындай бір. Шапалақ қойыңыздар. Радио жоқ қой? Мынау кім? Кәке, мынау өзіңізге. Или сізге берейін. Ал? Олға бер. Оқтауды не істейді ол? Жарайды, ала берсін. Мынау сізге. Рахмет, жайғасып алыңыз. Алдыңа қара. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Той құтты болсын ағай. Рахмет, тамаша. Бәрі ойлап отыр ғой, 20 мың қайда деп. Менде, кімге береміз? Мен ойымша бүкілін дауысын естідік қой, енді бір 4-5 өлең болса да. Бірақ соның ішінде ең қатты ұнаған дауыс кімдікі? Ау! Ау! Астанадан келген апай дауыс ұнады ма? Ау! Өзің даусың жақсы? Жоқ, мен қазір мен алсам ертең айтады. Тамадалар ақшадан өлген дейді ертең айтады. Сондықтан мен Астанадағы апайға берейін енді. Ұяты болса ақындап маған беріп кететін шығар біраздан көрейік енді. Астанадағы апайға берейін. Бір 20 мың теңге шапалақ ұрып қойыңыздар. Неге қайтып кеттіңіз, апай? 20 мыңды алып кетсеңізші. Ой, ана маған бермеудің амалы өтірік, 2 бала алып келе жатыр. Үндеме қазір, я. Екеуіне бер деп қазір. Томириске бер біреуін деп.
Ақша тұрған түгі жоқ қой. Сыйлаймын. Қайттан айтыңызшы. Мен негізі жаңа ақша үшін шыққан жоқпын. Өзім өте белсенді адаммын, бәрі біледі қойынша. Шіркін сіз сияқты енем болса ғой мен. Сізге көмектесіп жатырмын да. Рахмет. Осы екі періштеге бересіз ғой. Осы екі сіңіліме беремін. Екі періште. Мен де баяғыда мама періштем деп айтатын просто. Жарайды, может, періштеге ұқсамай тұрған шығар. Жарайды. Ол қыз өзі күшті, өзі бір 42 000 кеткен бағана. 52 000 құтты болсын, Тамерис. Рахмет. Папасы да мәз ән, қайтқан малда береке бар әйтеуір. Шүкір. Шамалағыр қойыңыздар, тоз. Рахмет. Рахмет. Қазір бір тілегіміз бар. Біз ортамызға біздің осы шаңырақ көтеріп жатқан. Айдана қайда кеткен? Ау? Фәке өзің жаңғызға қойыпсың ғой. Соғыстан қайтқан солдаттар ұқсап. Қазір кек қабат және қазір. Енді құрметті ағайын туған туыстар, біздің Айдана мен Фархаттың жора жолдастары, осы жерде ұжымдастары, әріптестері келіп отыр. Сол кісілердің баршасына бір дуғал шапала құрмет көрсетіп, сынып жетекшіміз Алмагүл ұстазымыз Гүлбаршын апайымыз бастаған және де Самат, Дина, Мигас және де Амир, Лунара, Айгерім, Шолпан және де Әсел де келіңіздер. Айгерім, Ахат, Мөлдір, Қуат, Мерует К деп жазып қойыпты келіңіздер. Және де Гүлжан, Асхат, Мөлдір, Назерке, Әсем, Муж, күйеуімен және де Аймұрат, Айым, Олан және де Сымбат, Аяулым, Дана, Мадина деп келіңіздер. Айнұр және де Инесса деп келіңіздер. Әлия және де Бекжан, Салтанат, барша достар, құрбы құрдастар, әріптестер деп жазып қойыпты. Келіңіздер барша құрбы құрдастар. Маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңнен мақтанам. Достығымның биік қылған тұғырын, менің досым барлығынан жақсадам. Рахмет. Ал қош келдіңіздер құрметті әріптестер, достар, құрбы құрдастар. Көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Тілек кезегін бастайық, жігіттер жағынан бастайық, одан кейін әрмен қарай жалғайтын боламыз, рұқсат болса. Ұстазымыз бар ма осы жерде? Келген жоқ па? Айдана, саған барлық жақсылықты тілеймін. Фархат, осылай Айдана екеулеріңіз бақытты болыңдар. Ары қарай да осылай тойларың тойға оласып, жақсылықтарыңды ғана көрейік. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Айдана, Фархат, сегодняшнего дня вы не просто муж и жена, вы уже создали семью, вы создали дом. Я хочу, чтобы ваш брак был таким же крепким, как и хорошее вино. С годами только было все лучше и лучше, стремились ко всему хорошему. Пускай все беды вас обходят. Всего самого-самого наилучшего, благополучия. Как говорится, самое главное — это взаимопонимание. Не дай Аллах, произойдет спор, пускай победит в этом споре тот, кто любит сильнее. Всего самого-самого наилучшего вам. Аллах нұры жаусын. Айдана, Фархат, осы бүгінгі күнге қуаныштымын. Бірге болуыма. Розабай, Айгерім, бәрлеріңізге рахмет. Осындай шақырып, бірге қуаныш бөліс жатқандарымызға. Айдана, барған жеріңе тастай батып, судай сіңіп кет. Көп балалы ана болуға тілектеспін. Ең бастысы бақытты болыңдар. Фархат, Айдана, поздравляю вас с таким знаменательным днем. Классно собрали здесь всех родных и близких. Фархата знаю давно, еще с Ауизовского.
Хороший парень, отличный, просто воспитанный, правильный. Очень горжусь, спасибо родителям за такое воспитание. Айдана — это наша девочка, очень сильно ее любим, тоже она воспитанная, правильная. Мы очень гордимся, то, что такие два действительно человека друг друга нашли. Мы очень любим вас, желаем вам только счастья, здоровья, всего самого-самого. Айдана, Фархат, поздравляю вас с таким знаменательным днем, днем создания семьи. Самое главное, вообще в нашей жизни самое главное — это здоровье. Будет здоровье, будет все. Желаю много-много детишек. Желаю, чтобы, не знаю, через 10, через 20, через 30 лет также собирались. Всего вам самого хорошего. Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгінгі қуанышты күн отбасыларыңызда құтты болсын. Енді қыздың өнегесі анасынан дейді. Бүгінгі Айданамыздың анасы Роза апайға алғысымызды білдіреміз. Осындай құрбы сыйлап, осындай қыз тәрбиелеп, мәпелеп өсірген. Мен өзім Айданамен құрбы болғанымызға бір 2 жылдай жоқ уақыт болған шығар. Айдана жұмыста да өзінің жауапкершілігімен, әрдайым ақылдылығымен көзге түсіп, барлығын бір сарында алып жүреді. Сондықтан бүгін екі отбасының басын қосқан өте айтулы, туысқан болған ерекше күн. Фархат, Айдана бүгінгі қол ұстасып, жаңа өмірге аттаған қадамдарың ақ болсын, бақытты болыңдар. Біздің Айданамызды аялап, алақанда ұстайды деген сенімдеміз. Тек қана бақыт тілеймін. Айдана, барған жерінде бағың жансын, аяулы келін бол. Біз сені әрқашан қолдаймыз, жақсы көреміз. Тек қана бақытты бол жаным. Қайырлы кеш баршаңызға. Ең алдымен сіздерге көп-көп рахмет, осындай бізге әріптес сыйлағандарыңызға. Айдана екеуміз енді бір кабинетте отырамыз. Білеміз Айдананың қандай екенін. Жүрегі өте жұмсақ қыз. Бүгінгі ұядан ұшқан күніңіз құтты болсын. Фархат, Айдананы аялап, алақаныңызда ұстаңыз. Ең бастысы бақытты болыңыздар. Қоғал менің қоғалма, бұған куә бір алла. Жазылған ғой өлеңмен көктен түскен құранда демекші, тілегімізді өлең жолдарымен білдірейік. Жол тауып, жолға түсті жастар жаны, ата-ананың орындалды басты арманы. Бүгінгі кеш күтіп отыр, қосылған қос жүрек дастарханын. Бақыттың ақ танындай бір тұрыңдар, қырдағы қызғалдақтай құлпырыңдар, көлдегі қос аққудай қатар жүзіп, арманға қол ұстасып аттаныңдар. Сол жолдар үшін, екі жас бірге болу үшін, екі жан бақытты болу үшін, Фархат пен Айдананы құттықтап қойыңыздар. Ой, бәрекелді, рахмет. Болдық па, қосылайық па? Розабай, Арслан, Айко, Ернур, тойларыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Фархат, Айдана, поздравляю вас с сегодняшним бракосочетанием. Желаю вам всего самого хорошего, счастья, мира. Уважайте, цените друг друга. Будьте счастливы. Тамаша, рахмет. Айдана, ақ отауын шаттыққа толсын, Фархат екеулерінің бақтарын баянды болсын. Рахмет. Енді болған сияқтымыз, міне осы жерде. Добрый вечер, дорогие гости. Фархат, Айдана. Познакомлюсь с гостями. Вот мы коллеги. С недалекого 2018 года мы знакомы, работали в одной части, принимали с Айданой в один день присягу. Айдана, желаю тебе огромного счастья женского, Фархат, чтоб только носил ее на руках. Я не знаю такого человека, вот она лучше всех. Она и стремится, и она всегда идет к своей цели. Спасибо вам, близкие родственники, что вы есть, что вы вот пригласили всех нас, в этот день объединили нас. За этот дастархан,
Чтобы не в первый, не последний раз мы так встречались, чтобы завтра, Бюрса, дальше Ильдехана у нас было. Вот, мы девочки военнослужащие, с Айданой вместе служили, мы очень дружили, мы постоянно вместе, мы одна семья, как бы были и есть, просто сейчас у нее другая дорога, чуть-чуть. Но все равно мы общаемся. Вам благополучия в семье, всего самого наилучшего, чтобы ваш путь, он всегда лицезрел, чтобы ярче всех был. Всего самого наилучшего. Цени нашу Айдану. Больше от тебя ничего не требуется. Всем спасибо. Да, спасибо. Очень спасибо. Болдық қой, қалғанымыз қосылайық, бір суретке түспей тұрып, достардан бір тілек айтып жіберсін. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Роза апай, Зейнегүл апай, сізге үлкен рахмет, осындай керемет, үлкен мереке ұйымдастырғаныңызға, біздер бәріміз шақырғаныңызға. Енді Фархат, Айдана, біз төртеуміз Фархаттың жақын достары боламыз. Енді Айданың достары боламыз. Осындай екі жан қосылуыңызға өте қуаныштымыз. Сендердің шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Әрқашанда енді бүкіл мәселелерге сендер бірге қарсы боласыңдар. Бәрін бірге шешіп отырасыңдар. Менің айтарым жұмыстарың табысты болсын, иықтарың жұлдыздарға толсын. Ой, тамаша, рахмет. Ал бір суретке түсек, баршамыз жинақталып, әріптестермен суретке түсек, Айдана, Фархат келіңіздер. Өзіміздің жақсы ортамызбен, жақсы әріптестерімізбен, достарымызбен неге бір суретке түспесе. Той иелерінің қолғазал ортаға шақырайық, ағамызбен апайымызды келіңіздер. Бір 2-3 минуттың әрі бері жоқ шығар. Келіңіздер, халық сұраса хан түйесін сояды дейді, құрметті ағайын. Осы қазақ өнерінде жүрген Диана Исмаил қыздарыңыздың әкесі мен анасы, құрметті ағайын. Құрмет, қошеметтеріңізді аямай соғып қойыңыздар. Бізде ішкі істер, қазір ішкі істер болып отырмыз ғой, стақан ұстап. Сол сияқты сол органды істегенбіз. Бізде өзің сияқты участковыйдан бастап анау болдық. Сол кезде Атыраулықтан келгенде әйелім күтіп, құмған алған, суға барған әйелімді сағын деген өлеңін айтып берейін саған. Әреді ма? Көрек енді, біз уже бәрі ұмытып алдық. Енді, қызым, сенің тойыңа арнап, құмған алған, суға барған, құлынымды сағындым. Құлын алған, суға барған, құлынымды сағындым. Сырғаланған, қуған арман, құлынымды сағындым. Сырғаланған, қуған арман, құлынымды сағындым. Түйдіктермен жидектерген нуларымды сағындым. Үйректермен жидектерген суларымды сағындым. Үйректермен суларымды сағындым. Құмған алған, суға барған, сұлуымды сағындым. Сырғалайдыған, қуған арман, құлынымды сағындым. Осылай бақытты болып, бір-бірлеріңді сағынып тұрыңдар. Рахмет. Біз жолың болсын жолаушыны бағанадан айтайық деп едік, бұл азамат айтып қойды бізге бұрын. Бірақ та рұқсат болса, бізді Нұрбек жолдасымызды сыйлап, аннан-мұннан келген жолдастар, құрдастар, құда, жекжат, тағы басқалар
енді өзімізді де сыйлайық та, біз де Алматыдан келіп жатырмыз ғой. Сол сияқты жолың болсын, жолаушы. Олай ма? Бірақ та сен... сен ба, білмеймін, енді сен... Что-то біз дауысымыз біріміз талмай. Самое главное, өмірді бірімізді нормальный дауыс көтермей, тыныш жүректі. Сен, мен бірінші дауыс бастайын да, сен ақырын тыныш қана зима қалада деп тұра берсеші болды. Рахмет. Енді біз кезінде екеуміз сол саз училищесін бітіріп, сонан кейін барып, сол погон болдық. Енді құрсат болса, жолың болсын, жолаушы. Анау, сен де бір жолаушы боласың, анда-мында командировкада болғанда бауырым. Сол сияқты. Ал, кет. Биік-биік тауларды, қызыл-жасыл бауларды, үлкен-үлкен қаланы, алыс-алыс ауданды көру үшін әрі алып, асығамын сапарға. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралшай, сағынысып көргенде, құшақтасып қол алышай. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын, жолаушы. Ойдым орманда, қабат-қабат қорғанда, қырқатымда бұрымдай, тарам-тарам жолдарды көрушін аралап, асығамын сапарға. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралшай, сағынысып көргенде, құшақтасып қол алышай. Аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын, жолаушы. Рахмет. Өстіп ән саламыз енді анда-санда. Мына тойларыңыздың бір шашуы болсын. Бәрекелді, рахмет. Ағамыз, апай, кеңізші бір сыйлық берем. Бағадан бері осы шығып қалады шығар деп осыны тақап отыр едім өзге апайымызға. Өзіңізге чайник, осы заманауи хит, бірақ газға қоймаңыз, балқып кететін. Плиткаға ғой, плиткаға арналған. Рахмет. Шапалақ ұрып қойыңыздар, құрметті ағайын, туған туыстар. Ал біз енді осындай үлкен той жасап, бүгін енді ата-аналық міндетін атқарып жатқан біздің Айданамыздың анасы, аяулы алтын құрсақты анасы және де Асқартау ағасы, жалпы осы тойдың иелерін ортаға қарай шақырайық. Енді әр нәрсенің басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Сондықтан өзі жалпы бүгінгі Айдана қыздарыңыздың ұзату тойы, жайған әдемі ақ дастархан, бүгінгі той көңілімізден шықты ма ағайын? Ал баршамыз осындай бір құрмет көрсетейік. Той иелерін ортаға шақырамыз. Келіңіздер, құрметті той иелері. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алдақаны деп білем. Қайда жүрсем атан екен, көкейімде жатар екен, күннің өзі ұясына қимай оны батар екен. Рахмет. Ал құрметті ағайын, шынайы ілтипаттарыңызға, құрмет қошеметтеріңізге рахмет. Біз енді осы той иелерінің тілегін бір ауыз тыңдайық. Енді 7 сағат бойы аяқтан тік тұрып, біреулеріңіздің тілектеріңізді бөлмей тыңдаған осы той иелеріне құрмет көрсетіп, абыр-сабырды қойып, дастархан басына жайғасып, баршамыз тілекті бірге тыңдайық. Сәл тиіштік сақтайық. Құрметті құдағилар, құдашалар, міне бүгін тойын өткізіп жатырмыз, біздің Айданамызды ұзатып жатырмыз. Айдан мен Фархатқа айел бақыт тілеймін енді. Айдана, Фархат екеуің аман есен болыңдар, бір жақсы семья болып кеттіңдер. Үлкен кісілердің жолын берсін, тастай батып, судай сынып кет балам енді. Бәр жақсылық енді.
аманат болсын енеске құдағи, енді қызымды сізге тапсырып жатыр. Білмегені үйретесіз. Жаман жасырып, жақсын көбейтіп. Енді осы жерде келген туған ағайындар, туысқандар, сізге көп-көп рахмет. Астана, Қарағанды, Екібастұз, Павлодардан келген, Өскеменнен келген туысқандарға көп-көп рахмет. Осы жерде өзім жолдасым мені марқұм болып кетті. Біздің жолдастар бар. Соларға да көп-көп рахмет. Өте қуаныштымын. Енді келіп кетіп, аман есен, енді аман есен үйге оралыңдар. Енді не дейміз енді, осындай той, осындай қуаныш әр үйде болсын, бәрі жақсылық болсын. Рахмет. Қадірменді туған туыс, ағайын туыс, жолдас жора, туысқандар, құрметті құда-құдағилар, барлықтарыңыз біздің қуанышымызды қуаныштап, ортақтасып, тілектеріңізді тілеп, шашуларыңызды әкеліп, бізді құрметтеп жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Енді біздің бүгінгі тойымыздың себепкері отырған қызымыздың ұзатуы, Айдана, Фархат, сендер бақытты болыңдар. Біз осы тойымызды сіздер үшін жасап, сіздердің махаббаттарың баянды болу үшін, осы алыс жақыннан туысқан басын жинап, жақсы тілектер, баталар жинайық деп шақырып отырмыз. Осы тойымызда айтылған жақсы тілектер мен баталар бойларыңа дарысын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Құдаларымыздың төрден алып отырған орны құтты болсын. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Күйеуіміз 100 жылдық болсын. Баршаңызға көп-көп рахмет. Аман есен тағы да келесі тойда бас қосуымызға Құдай насіп етсін. Айдана, Фархат, тойларың құтты болсын, қыз ұзату құтты болсын. Фархат, саған үлкен рахмет. Сен шын айтқанда біздің мамамыздың бұрыннан бері армандап жүрген бір арманын жасадың негізінде. Біз қыз беріп қуанып жатырмыз. Енді саған үлкен рахмет. Жақсы жерге бара жатыр деп ойлаймыз. Бізден енді саған аманат. Семьяларың мықты болсын, бақытты болыңдар, үбілі-шүбілі болыңдар. Мөлдір махаббат дегендей. Біз өте қуанып отырмыз. Ал жақсы. Ал құрметті тойшыл қауым, бүгінгі біздің қуанышымызға жиналып келіп, әкеміздің Ермек ағаның қанша авторитеті көрініп тұр. Туған туыстар, алыстан келген, Алматы, Астана, Қарағанды, Екібастұздан келген мен ағашылар қандай үлкен құрметпен рахмет, үлкен сіздерге барлықтарыңызға. Барлықтарыңызда осындай той болсын. Айдананың коллективі, ар жақта подружкалары, бәрі жақсы болсын. Енді екеуіңе жаңағы барлық отбасымыздың атымыздан әрқашанда жолдарың ақ болсын. Бүгінгі айтылған тілектің бәрі қабыл болсын Аллаға. Аталарымыз қанша бат айтты, бәрі қабыл болсын. Енді қайта айта беретін емес, Фархат күйеу бала, өзіңе аманат қызымыздан. Рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, жаңадан келген құдаларымыз, бүгінгі біздің Айдананы ұясынан ұшқан күніне тойымызға келіп, қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Енді Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналған той болды бұл. Алысы Астанадан,
Павлодар, Қарағанды, Алматы, Мақаншы, Өскемен, Екібастұз, сіздерге басымды иіп, алғысымды айтамын. Жолдарыңыз болсын, бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл бітсін, сіздердің үйлеріңізде де осындай той болсын, бізді осылай сыйлап, құрметтеп, осындай қуанышымызға ортақтасқандарыңызға алғысымды айтамын біріншіден. Екіншіден, бүгінгі тойды осылай керемет жоғары деңгейде ұйымдастырған талант бауырымызға қол шапалақты қойсаңыздар да артық емес. Қазына би ансамбліне, осы хан сарайындай салтанат сарайына, ұжымына, бізге міне қызмет атқарып жүрген ол қыздарымызға рахмет. Сіздердің арқаларыңызда осындай той, осындай дәрежеде өтіп жатыр. Енді Фархат, Айдана, бүгін сендер қол ұстасып, үлкен өмірге аттанып барасыңдар. Әрқашан жолдарың болсын, аспандарың ашық болсын. Тек қана сендердің алдарынан жақсылық қана кездесе берсін. Енді барлығымыз бағанадан бері Фархатқа тапсырып жатырмыз Айдананы. Негізі Айданаға Фархатты тапсыру керек сияқты. Қалжың әрине. Енді әрқашан осылайынан жұптарың жазылмасын. Тек қана сендердің қуаныштарыңда бас қоса берейік. Үбірлі шүбірлі болыңдар. Ата-аналарыңды сыйлаңдар, екі жақты бірдей. Екі жаққа бірдей болыңдар дегім келеді. Енді барлық өмірдің жақсылығы сендердің алдарынан шыға берсін. Рахмет. Болдық қой дейме? Тамаша. Той иелеріне бір құрмет көрсетіп қойыңыздар, құрметті ағайын туыстар. Енді бүгін мәнімен сәні жарасқан әдемі той, әдемі көңіл күй сыйлай алдық деген ойдамыз. Енді той барысында артық кеткен кем кетік жеріміз болса жастығымыздан деп білерсіздер, ұнап атқан жеріміз болса жерлестің бір өскені деп білерсіздер. Біз енді осы жерге бөтен емеспіз. Осы 180 жылдық тарихы бар, тамыры тереңге жайылған қазақтың ағиғағына Абай елінен келіп отырған, Қарауылдың төрінен келіп отырған талант деген асаба ауылдарыңызмен болам, құрметті ағайын. Әрқашан осындай қазақтың торқалы тойында ғана бас қосайық. Дәл осындай керемет тойдың тізгінін сеніп тапсырған осы той иелеріне ең алдымен көп-көп рахмет. Осы бала-шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Енді адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой, осы ұрпақ қызығын көріңіздер. Тек қана қызық қуаныш тілейміз. Енді шаңырақ көтеріп жатқан жастарға тек қана шаңырақтарыңыз биік болсын дегіміз келеді. Енді бүгін әдемі той болды деп ойлаймыз. Жерде аталарымыз, апаларымыз отыр. Әрқашан осы жастарға аталарымыз бен апаларымыздың салып кеткен сара жолын, дара жолын берсін, махаббатын берсін, зейнетін берсін деп қояйық, құрметті ағайын. Жалғыз келіп кетеді адам жалғыз, осылайша өмірді бағамдарымыз. Бұл өмір бір қисық жол, бұраңдаған уақыт жетсе, бұны да тәмамдарымыз. Жалғанда сауап жинап қалайықшы, себебі төбелетін адамдарымыз. Білмейміз, жарысамыз кім келесіп, әйтеуір күн кешеміз, күн келесіп. Атағымыз айтыреп тұрса дағы, жай ғанақ боп қаламыз бір төбешік. Барымызда бір-біріміздің бағамызды білейік, қадірімізді білейік, құрметті ағайын. Қазақты жамандама, қазақ бала, халық қой, қазақ деген азақ қана, мәңгілік аясында жер үстінде, қазақтың сүйеніші, қазақ қана. Рахмет! Енді, рұқсат болса, құрметті ағайын, біз енді ағайын туған туыс болып, ел болып, қазақтың салт дәстүрі бойынша қызымызды ұзатайық. Құдаларымыздың баршасын, Фархат, баршаларыңызды бермен қарай шақырайық. Қазір қыздарыңызды, келіндеріңізді өздеріңіз үкілеп
елдеріңізге алып кететін боласыздар. Біз енді ағайын туған туыс болып, екі жаққа жиналып тұра қалайық. Қызымызбен сыңсуымызды айтып, бірге шығарып сайтын боламыз. Бірінші құдаларымызды бері қарай өткізейік. Келіңіздер, құрметті құдалар. Жадырап құлпырған осынау өлкенің гүледің өмірдің заңы бұл көнесің бәрібір ел жүріп тұрса да жүрегің әкешің дарашың ақ жүрек анашың жүрмейді қызым деп жаныңда өсірген ауылың ағайын бауырың қол бұлғап қалуда соңыңда бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде бақытты қылар деп күтіп тұр бір әулет жат жерге барасың орамал тағасың тақасын орамал жарыңа болады ал сен енді келінсің анасың анашым сияқты ар менен ұятты жаныңа мәңгілік серік қыл туылған мекенді асқартау әкеңді сағынсаң қонақ боп келіп тұр бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде Жастар бақытты болсын, құрметті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.